жаз мезгілінде балалар қандай өзгерістер болады табиғатта? Жаңбыр жауады. Күн ыстық болады. Талдар неге қимылдап тұр? Талдар қимылдап тұр, далада. Олар неге қимылдап тұр? Өйткені жел соғады. жел соғып тұр екен, дұрыс айтасыңдар балалар. Ал жаңбыр жауып біткеннен кейін аспанда не пайда болады? Кемпір-қосақ. Дұрыс айтасыңдар, мінекей балалар, кемпір-қосақ пайда болады екен. Қараңдаршы, өте әдемі, кемпір-қосақ. Ол бірнеше түстен тұрады екен. Кәнекей түстерін санап жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Түсі бар екен кемпір-қосақтың, Ал балалар, осы кемпір-қосақ неден пайда болды? Қалай пайда болды? Соны білгілерің келе ме? Иә. Олай болса, жайғасып отырып, менімен бірге ертегіні тамашалаңдар. Ал ертегі айтып берейін, мен? Ертеде ешкі жүні өлкеде қызыл, сары, көк бояулар өмір сүріпті. Олар тату тәтті болыпты. Бір күндері өмір сүріп жатыр. Ол кемпір-қосақ қайда өмір сүріп жатыр? Аспанда, Олар тату тәтті болып, әр түстің өз орны бар. Сөйтіп, бәрі дос болып өмір сүріп жатыр екен. Олай болса балалар, ертегіміз осымен аяқталды. Енді сол кемпір-қосақты бояймыз ба? Өз қолымызбен кемпір-қосақ жасап аламыз ба? Ал олай болса, сурет орталығына барайық, келіңдер. Сурет кемпір-қосақты бояп алайық, келіп оламыз. Отырамыз орнымызға жайғасып, Ислам, кемпір-қосақты бояймыз балалар. Отыра ғой, Ислам, отыра ғой. Балалар, кемпір-қосақ негізі 7 түстен тұрады дедік, Бірақ біз бүгін ең негізгі 4 түсті алып, кемпір-қосақты бояп шығамыз. Балалар, сендер үлкен баласыңдар, сендер жақында мектепке барасыңдар. Сондықтан балалар, ұқыпты бояңдар, сыртына шығармаңдар, үстілеріңе жақпаңдар бояуды, қолдарына жағылып қалса, мына жерде сулықтармен алып, қолымызды сүртіп отырамыз. Бояуды аузымызға салмаймыз, бояуды ауызға салуға болмайды, Сендер оны білесіңдер, Ал балалар, енді біз сурет бояп отырып, өлең айтайық. Кәнекей, жігер келе ғой. Қалғанымыз мына жерге тұрамыз, билеп тұрамыз. Кел, аяру. Мына жаққа тұрамыз, бәріміз билейміз. Кел, бірінші мен ойынды түсіндіріп айтып өтейін. Бұл ойын балалар түсіне қарай сәйкестендір деп айтылады. Ал бірінші жігер бастайды. Жігер, мына жерде түсіне қарай сәйкестендіреміз, Көкті көк дөңгелекке қоямыз. Жасылды жасылға, сарыны сарыға, қызылды қызыл дөңгелекке қоямыз, Бірақ оның бәрін билеп тұрып тез-тез жасаймыз, жарай ма? Ал, бастаймыз. 1, 2, 3. Қане, артқа тұрамыз. Билеп тұрамыз. Екінші меңгейіне барады. Тез-тез жігер. Билеп тұрамыз, билеп. Тамаша. Артқа қайтамыз. Медина. Тамаша, балалар, билейміз. Билейміз. Күшті. Аяру. Үшіншіні бастырамыз. Аяру. Үшіншіге барамыз. Секіре ғой. Үшіншіге барамыз. Енді балалар. Екінші. Көк ойын орталығына барамыз балалар. Келіңдер. Көк ойын орталығына. Келе ғой, кел. Ол жақта да балалар. Келе ғой, кел. Ол жақта да балалар. Көк ойын орталығында балалар. Келіңдер мұнда. Келе қойыңдар. Бұл жерде де балалар. Кел, жігер. Келе ғой. Мына жерде түсіне қарай сәйкестендір бұлда. Қызылды қызылға қоямыз, көкті көкке қоямыз. Ал балалар, байқаңдар. Ойнаймыз жылдам. Екі топқа бөлініп алмадық па балалар? Медина мен Аяру. Екі ұл, екі қыз. Мына жақта екі ұл, ар жақта екі қыз. Келіп жарысамыз. Кім тезірек екен ал? Қыздар ма, ұлдар ма? Байқаңдар, соққа
Ой, молодец. Кел ауыр, жігер. Кел. Жарайсыздар ойынға күшті қатысыңдар. Кел. Тамаша, кел. Мен дейін әнеге ғой. Ойынға. Балалар, бояуымыз кепті ме екен? Қанекей, ұстап көрейікші. Ой, бояуымыз кеп беріпті балалар. Олай болса, өзіміз арнайы түтікшемен үрлеп кептіріп алайық. Қанекей, бояуымыздың тез кебуіне өзіміз көмектесіп жіберейік. Қанекей, түтікшемен жерді үрлеңдер балалар. Сол кезде бояуымыз тез кебеді. Амина, ала қой. Ал қанекей балалар, былай үреміз. Сол кезде бояуымыз, біз қызыл түсті көргенде біздің есімізге не түседі балалар? Жүрек. Сары түсті көргенде есімізге не түседі? Күн түседі. Ал көк түсті көргенде есімізге не түседі балалар? Бұлт есімізге түседі, е? Ендеше балалар, жүрегіміз жылы, күніміз жарқырап, аспанымыз әрдайым ашық болсын. Бүгінгі іс-әрекетіміз аяқталды. Сендерге көп рахмет.